Сәлем достар, бүгін біз сіздермен дәмі тіл үйірер, үй жағдайында жасалатын күлше нандар дайындайтын боламыз. Ең алдымен біз жылы суымызды құйып, оған ашытқымызды саламыз. Мен қол мөлшерімен өлшеймін, үнемі. Біраз қасық тұз саламыз және жақсылап араластырып, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Міне достар, ашытқымызды дайын болды. Енді қамыр илеуге кірісеміз. Ұнымызға біраз қасық шекер салып, және де сұйық май құйып, қамырды аз-аздан илей бастаймыз. Өте жұмсақ болсын қамырларыңыз. Өйткені жұмсақ болса, наныңыз да жұмсақ болып шығады. Енді бетіне салафан жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Міне достар, қамырымызды ашыды. Енді оны күлшелерге бөліп, бетін жауып қоямыз. Міне демалған қамырларымызды осылай күлшелеп, табамызға алдын ала дайындап қоямыз. Өйткені бірден салсаңыз, қамыр тырысып, өзінің реңі жаман болып шығуы мүмкін. Ал алдын ала дайындап қойсаңыздар, өте дәмді болады. Қалауларыңызша бетіне күнжіт себіп, жұмыртқа жағып безендірсеңіздер болады. Бірақ мен оларды қолданған жоқпын. Өзім қарапайым үйде дайындап жүргендей қылып дайындадым. Достар, егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Міне достар, нанымыз өте дәмді болды, дайын болды. Ас болсын.